Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Өмірхан Узипа Оразхан қызы, 411 топ студенті боламын. Бүгін бізде тақырып ЭКГ регистрация. ЭКГ дегеніміз бұл жүректің жұмысын бағалайтын ең тиімді әдіс болып табылады. ЭКГ арқылы біз жүректің жиырылу жиілігін, жүректің ритмінің өзгерістерін, жүректің өткізгіштігінің өзгерістерін және де жүректегі миокардтың патологияларын, сонымен қатар жүректің жалпы физиологиялық жағдайына баға бере аламыз. Мұнда көрсетілген ЭКГ-ның негізгі құрам бөліктері 4 шеткері электродтар және де 6 кеуделік отведениялары болып табылады. Науқастан келісімін сұрап, ЭКГ-ға түсіруге дайындаймыз. Ол үшін науқасты горизонтальды бағытта жатқызамыз. Электродтарды орналастырмас бұрын бізде электр өткізетін баллонникті қолдануымыз керек болады. Ең әуелі қызыл электродты оң қолға, сарыны сол қолға, қараны оң аяққа және де жасылды сол аяққа орналастырамыз. Бұнда кеуделік отведениялар, бізде кеуделік отведениялар 6 болып табылады. Бірінші отведения бұл төстің оң жақ қыры бойымен 4-ші қабырға аралыққа, екінші отведения бұл соған параллель орналасқан төстің сол жақ қырымен 4-ші қабырға аралыққа сай келеді. Үшінші отведенияны тастаймыз дағыны. 4-ші отведенияны қоямыз. Бұл бұған орта сызығымен 5-ші қабырға аралыққа сай келеді. Үшінші отведения бұл осы 2 мен 4-тің арасына орналасады. 5-ші отведенияны тастаймыз дағыны 6-ны қоямыз. Бұл қолтық орта сызығымен 5-ші қабырға аралыққа сай келеді. 4 пен 6-ның ортасында параллель 5-ші отведения орналасады. ЭКГ 25 немесе 50 мм секунд жылдамдығында жазылады. Қалыптыда ЭКГ-да P, Q, R, S, T тішелерінен тұрады. Бұндағы P жүрекшелердің деполяризациясын білдіреді. QRS комплексі бұл қарыншалардың деполяризациясын білдіреді. Ал T тішесі босаңсу, яғни реполяризациясын білдіреді. Қалыптыда PQ сегментінің және ST сегментінен тұрады, және де QRS үлкен комплексінен құралған. ЭКГ-ға түсіруге негізгі көрсеткіштер бұл науқастың жүрек ауруларына, патологиясына күдік туған кезде, мысалы физикалық жүктемеден кейінгі ентікпелерге, жүрек тұсында ауырсынуларға шағымданатын болса, науқасты ЭКГ-ға түсіру керек. Сонымен қатар үнемі ЭКГ түсіріп тұратын кісілер, бұлар 40-45 жастан асқан кісілер. Өйткені бұл кісілерде жүрек ауруларына шалдығу қаупі жоғары. Және де қант диабеті, сонымен қатар қалқанша безі аурулары бар науқастарда үнемі ЭКГ түсіріп тұру керек болады.